үй жақтан алыс жерге охотаға бару үшін дәл мына марка керек міне. Toyota Tundra. Қазір охота не үшін айтамын сіздерге, или рыбалка. Toyota Tundra 3.4 Twin Turbo и гибрид. Гибрид. Міне осы жерден повреждение болған. Қазір көрсетеді. Машинаның ішін көрсетемін. Қарашы, атмосферасы қандай. Атмосфера дейсің. Аш. Open the door. Мына қараңыздар. Тура секундының несі 0.5-ке қойып ал машинаның неңді. Так 0.5. Қараңыздар, үлкен монитор, YouTube бүкілін поддерживает, программа жазу керек. Мынаны қоясыздар да, полноприводный деген сияқты нелерді өзгерте бересіздер. Drive мод барлығы бар, push start, проекциясы бар. Проекцияны алдында айдап баратқан кезде скоростың режимін көрсететін. Мына жерде көбісінде кейбіреулерінде не болады? Сейф болады. Мына сейф па? Вот. Міне. Мына жерге замок қояды да, мына жерге новый замок қояды да, мына сейф болады міне. Көрдіңіздер ме? Мощный. И арқасы кең, арқасында 3 адам емес, 4 адам смело сия береді. Ана окно ашылады, панорама ашылады. И, в общем, платинум комплектация Toyota Tundra 13 миллионнан басталып тұр. Міне подогрев, обдув, барлығы бар. Ары бетінде подогрев руля деген нәрсесі болу керек, если жаңылыспасам. И мына жерде беспроводной зарядчик бар міне. Хорошо? Алдыға өздеріңіздің мылтықтарыңыздың бәрін сап қоясыздар, сейфке оқтарыңызды сап қоясыздар. Болмаса рыбалкаға барсаңыздар, артқа қармақтарыңызды артып алып, жерден кино қосып, асықпай дем алып, уақыт күтіп отырыңыздар. Еліндер біздей барады дейсің. Ұйықтап рыбалкадан. Машинаның ішіне кіріп алып, қайырмақтар өз өмірімен сүретін рыбалка бола ма бізде?